Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау күндерінің 62-ші күні. Бүгінгі салмақ 105-те 4, 200 грамм тастадым. Бүгін таңертең тұрдым, жаттығу жасадым, планка вакуум, 2 стакан суымды іштім, жылы суымда ішінде лимоны бар. Сол күндеріңіз жақсы өтсін, басқа айтатын ештеңе жоқ. Мен бірге болыңыздар кешке дейін, ас мәзірімді көрсетемін сіздерге. Күндеріңіз жақсы өтсін. Рахмет, пока. Қыздар, мынау менің таңғасым. Мына жерде дейтін тек ағашықпен салат қойдым. Помидор, перец, жуан бәрінің ішінде бір жұмыртқамен араластырдым. Бір тілім нан. Күндеріңіз жақсы өтсін. Бізде бүгін жаңбыр, күн күркіреп жатыр. Тұманды қаршы теңіздің үстіне. Бұл жерге дейін жаңбыр жоқ тұрған сәт, походу. Бірақ жаңбыр жоқ сәт. Сағат кешкі 5:30. Мен түскі ас ештеңе ішкен жоқпын, тек осы вишняны жеп жатырмын. Вишня емес, черешня. Сосын сағат қазір 7:30-да кефир ішіп аламын. Соны да сізге көрсетемін. Бар ішкенім бүгін осы. Бүгін бір тәбетім болмай отыр тамаққа. Рахмет. Қыздар. Сағат 7:30. Мына менің кефирім. Осыны ішіп аламын да жатамын. Қазір ерте ұйықтайтын сияқтымын бүгін. Ерте ұйықтағанды өзіме жақсы. Өйткені салмақ тастауға да көмектеседі ерте ұйықтаған. Рахмет. Ертеңге дейін көріскенше.